Жүр кеттік. Мен саған бір қызық көрсетейін деді бірде Есберген. Содан екеуміз тезірек ұшып ауылға жеттік. Ауылдың арғы жақ шетінде Бұқан деген шал тұратын. Жалғыз ұлы сотталып, келіні және кішкентай немересімен бірге тұрып жатқан еді. Үйдің қабырғасы елес әруаққа кедергі болып па. Екеуміз қабырғаны көктей өтіп, үйге кірдік. Пеш жағылатын ас бөлмеде кішкентай баласымен келіншек жатыр. Шал төргі бөлмеде еденге салынған төсекте ұйықтап жатыр екен. Мұнда неге келгенімізді білмей аңтаңмын. Шынын айтқанда, біраз үйлерге өзімде кіріп көріп жүрмін. Таң қалатын ештеңе жоқ. Ұйықтап жатқан адамдарға қарағанда қызық болып па? Мұнда не бар деймін Есбергенге қарап. Тістеп ол еріне саусағын апарып, даусыңды шығарма дегендей. Ау, бізді болсын болмасын ешкімде естімейді. Тіпті бар даусыңмен айқайласаң да ешкімнің құлағына кірмейді ғой, дедім мен таңырқап. Жә, дәңгірлеме, деді ол. Кішкене күт, сосын көресің қызықты, деді. Бір сағаттай отырдық-ау деймін. Шынын айтқанда, елестәнмен жүргенде уақыттың талай өткені сонша сезіле қоймады. Бір кезде төргі бөлмеде жатқан шал оянып, далаға шықты. Қақырынып, түкірініп есік алдында жүр. Әжетханаға бармай, есік алдында дәрет алған ол бөлмесіне емес, келіннің жатқан ас үйіне кірді. Ол ұйқы құшағында жатқан келіннің иығынан тартып жұлқылап жатыр. Оянған келін басын көтеріп, үн-түнсіз шалдың соңынан ерді. Екеуі төргі бөлмеге кіріп, төсекке қисайды. Шал әй-шәй жоқ бірден келіннің үстіне қона кетіп, сәлден соң құнжаңдап еркектік шаруасына кірісті. Болат деген сыныптас баланың үйіндегі видеодан көргендерім болмаса, ер адам мен әйелдің төсек жақындығы өмірі көрмеген басым аузым ашылып аңырайып қарап қалыппын. Түн қараңғы болғанымен, елес үйдің ішінде, далада сүттей ұйыған жап-жарық. Ырсылға басқан шалдың екпінті қимылына сәлден кейін келіншектің аянышты ыңқылы қосылды. Көздерін тарс жұмып, екі қолын екі жағына жая, шалқасынан жатқан келіншек бар дүниені ұмытқандай рахатқа батып, баяу ғана ыңырсып жатыр. Шаруасын бітірген шал бір кезде келіннің үстінен түсіп, шалқасынан жата кетті. Көрпесі ашылыңқырап қалған келіншектің жалаңаш сандары жарқырап көрініп жатыр. Келіншек те орнынан тұруға асықпайтын сияқты. Төсек ләззатының дәмін алғысы келгендей, ашық-шашық күйі керіліп біраз жатты. Орныңа бар, ана бала оянып кетіп жүрер, деді бір кезде шал. Келіншек орнынан сүйретіле тұрып ас үйге кетті. Қалай, деді Есберген маған қарап. Мен сұмдық екен, дедім. Туған келінімен қалай мұндай ұятсыздық жасайды? Өзі болса 80-ге келген шал. Онда тұрған не бар? 80-ге келсе де шалың мығым екен. Көрдің бе қимылын? Көптен бері осылай жасай ма, дедім бір кезде. Мен білгелі 2 жылдай болды ғой, деймін. Шалдың баласының аты Мұхтар. Ол ел ішінде рекет аталып жүрген адамдарды бопсалап, ақша алатындармен қосылып, біраз дүниені бүлдірген екен. Содан ақыры қолға түсіп, 10 жылға сотталып тынды. Кішкентай бір ұлдары бар етін. Менің білуімше, балалары биыл мектепке барған болу керек. Шалдың 3 қыз, бір ұлы бар. Қыздары тұрмысқа шығып кеткен. Біреу осы ауылда тұрады. Ұлының жасы менің білуімше 32-35 шамасында. Ал келіннің жасы көп болса 30-да шығар. 80-дегі шалдың 30-дағы келіншекпен жақындасуы ақылға сыйымсыз шаруа сияқты. Бұл сұмдықты ауылдың адамдары әлі білмейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл істері дұрыс па, әлде бұрыс па? Түрмедегі жарын күткені дұрыс па, әлде 80-дегі келген қайнатасымен бірге болғаны келіннің бұл ісі өте дұрыс емес сияқты.